Қайырлы күн. Бүгін біз Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің штаттан тыс бас инфекционисті, медицина ғылымдарының докторы, профессор, балалар жұқпалы аурулар кафедрасының меңгерушісі Баешева Динагүл Аяпбек қызымен жаз айларында балалар арасында жиі кездесетін жұқпалы аурулар туралы, олардың алдын алу жолдары және жалпы балалардың иммунитетін күшейту туралы әңгімелесеміз. Динагүл ханым, жұмысыңыздың қауырт екенін жақсы білеміз. Десе де уақыт тауып келгеніңіз үшін көптен көп рахмет. Алғашқы сұрағымыз, жаз мезгілінде де балалар жиі ауырып жатады ғой. Жалпы осы кезде көп таралатын жұқпалы аурулар туралы айтып берсеңіз. Енді әрбір айдың, әрбір кезеңнің өзінің ауруы бар. Мысалы, қысқа келетін болса, респираторлы жедел вирусты инфекциялар болса, мынау көктем, жаз уақытында әрине ол жедел шек аурулары болады көбінесе. Неге десеңіз, бұл жеміс жидектің уақыты, күннің жылуымен қатар көбінесе адамдар табиғатта тамақ ішіп, әрбір дегесін көшеде тұрған қандай тағам болса, соны сатып алып жеп, сол жедел шек ауруына кездесуі мүмкін. Сондықтан жаз уақыты ол жұқпалы шек ауруларының уақыты болып кездеседі. Сонда ең қауіптілеріне осы шек ауруларын жатқызып тұрсыз ғой, иә? Көбінесе осы шек ауруы шетелге шықсын, өз елімізде болсын, әрбір жерде таралған қауіпті инфекцияларға жатады. Былай айтқанда диарея деп айтады. Ол бүкіл мынау балалардың өліміне 4-ші орында тұр екен. Бүкіл аурулардың ішінде балалардың өліміне, кішкентай балалардың өліміне әкелетін аурулардың қауіпті ауруының біреуі ол жедел шек ауруы. Яғни ата-аналар бұған салғырт қарамау керек дейсіздер ғой? Міндетті түрде, әрине. Кейбіреулері орысша айтып жатады ғой, самолечение деп, үйде 3-4 күн емдеп жүріп қалады, содан кейін бала асқынғаннан кейін барып инфекционкаға апарып жатады дегендей, осы тұрғыда ата-аналарға кеңес айтсаңыз, қандай кезде бірден ауруханаға апару керек? Қандай белгілерге мән беру керек ата-ана? Енді өмір болғасын жедел шек ауру жиі кездесіп тұрады. Үлкен адамдар да кейде ауырады. Тамақты кешеден бері тұрып қалған тамақ болса, әсіресе өзіңіз білесіз, жазғы уақытта тойлар көп өтеді ғой. Сол тойдан қалған тамақты бір жай жерге қоя салып, қоятын орын болмаған, екінші күні жеп, содан ауырып қалуға мүмкін. Оны үлкендер де сонда ауырып шығады. Ал кішкентай балалар әрине ондай тамақ жесе міндетті түрде ауырады. Көбінесе ана дәріні ішті, мынандай дәріні ішті деп үлкен адамға ол сондай бір қорқынышты көрініс емес. Неге десеңіз, әрбір дегесін суды ішіп, құсып, үлкен адам өзін жазып алуға мүмкін. Ал кішкентай балаға әрине ол қауіпті. Сондықтан ол түр-түріне бөлінеді. Мысалы, егерде адам баласының көзі шүңірейіп кетіп, тамақ, су ішсе қайра-қайра құсып, сосын мынаның баланың есі өзгеру, ұйқышыл болу, мазасыз болу деген осындай көріністер бар. Егер балада іші өтіп атқанда, құсып атқанда осындай көрініс болса, міндетті түрде дәрігерге болу керек. Ал көбінесе ата-аналар өздері емдеп атады. Ал өздері емдейтін болса, міндетті түрде әрине жаңағы ластанған тамақты ішпеу керек. Ластанған деген түсінігі не көп тұрып қалған, жылы жерде тұрып қалған салат дейміз. Мысалы да майонез қосылған, қаймақ қосылған, неше түрлі колбаса деген неше түрлі тамақ жасайтын уақыт болды ғой қазір. Міне сондай тағамдар өте қауіпті. Үлкендерге де кішкентай. Міне жасаған уақытында соны жеу керек. Аз мөлшерде қайтадан дайындау керек болса, бірақ тағы ертең жейміз деп ондай тамақты қалдырмау керек. Неге десеңіз, мынау жылы уақытта негізгі жедел шек ауруын шақыртатын микроорганизмдардың бірнеше түрлері. Оның ішінде вирустар да бар, оның ішінде бактериялар да бар.
кішкентай балаларда көбінесе вирусты инфекция болатын болса, үлкен адамдарда ол деген бактерия оны салмонелла дейміз, стафилококк дейміз, жаңағы дизентерия деген ауруды шақыратын шигелла дейтін бактериялар бар. Олар қауіпті инфекциялар. Сондықтан вирусты кездесуге мүмкін, бактерияда мүмкін кездесуге. Сондықтан баланың іші өтіп, жаңағында айтқан көрсеткіштер болса, міндетті түрде дәрігерге болу керек. Неге десеңіз, ол баланың сусыздануын көрсетіп тұр. Сусыздану деген ол өте қауіпті нәрсе. Ал баланың жағдайы негізгі жаман емес, іші ғана өтетін болса, дәрігерге баруға мүмкіншілігі болмаса, жаңағы ауыз арқалы тұздалған, әдейілеп дайындалған ригидрон дегеніміз бар. Аптекаларда бар, бірақ оның жаңағы осмолярность деп айтамыз, сол төмен болу керек. 330 емес, 240 болу керек. Өйткені 330 ол деген тұзбен қант қосылған су, былай айтқан. Үлкендердің несі, дозасы. Ол деген жаңағы баланың құсуын, ішін өтуін көбейтіп жібереді. Сондықтан ата-аналар соған қарап, көңіл бөлу керек. Көбінесе соған қарамайды да, жаңағы дәрігер берген ригидронды беріп едік, баламыздың жағдайы нашарлап кетті, құсқаны көбейіп кетті деп айтуға мүмкін. Ол деген жаңағы мөлшерін дұрыс сақтамағандықтан. Сондықтан бір қасық жаңағы 330 концентрациясы бар ішетін болса, одан кейін жай су беру керек. То есть оның жаңа концентрациясын азайту керек. Ал 240 осмолярность болса, оны бала ішетті, тез жазылып кетеді. Мен неге олай айтып отырмын, кейбір ата-аналар мысалы компот береді, сок, мен су беріп жатырмын, жаңағы сусыздануды кетірем деген оймен істеп жатыр. Ол дұрыс нәрсе емес, олар баланың жағдайын нашарлатып жібереді. Адамдардың есінде сол болу керек, жаңағы тұзды және натрий дейміз, натрий тұз, натрий хлор, және қант, глюкоза. Осы екеуі мөлшері дұрысталған ригидрон деген іштің өтуін емдейтін біріншіден сол болу керек. Жоқ, біріншіден көп адамдар дәрі іше бастайды. Оның ішінде неше түрлі антибиотиктар. Ол өте қауіпті, олай емдемеу керек. Бірінші сусыздануды кетіру керек. Екіншіден, бала тамақ ішетін болса, баланы дұрыс тамақтандыру керек. Дұрыс тамақтандыру дегеніміз не? Ол чипс емес, ол котлет емес, ол шашлык емес, ол пирожки емес. Ол қолдан пісірілген тамақ. Ол дегеніміз ботқа. Ол дегеніміз жаңағы кеспе. Міндетті түрде қолдан пісірілген жаңағы таза балаға тамақ беру керек. Бірақ оны былапыттап бірінен соң бірін бере бермеу керек. Неге десеңіз, кейбір бала жаңағы жазылып келе жатқанда ашқарақ болады. Өйткені соляный кислота дейміз ғой, сол көп бөліне бастайды да қарны аша береді. Оған көп бермеу керек. Аз мөлшерде. Бірақ 2-3 сағат сайын беруге мүмкін. Тамақты қалдырмау керек баланы. Бала тамақ ішетін болса тамақтандыру керек, бірақ дұрыс тамақтандыру керек. Осыған көңіл бөлу керек. Бірақ көп ата-аналардың көбі чипсы дейсіз ба, кока-кола дейсіз ба, сонымен баланың асқазанын құртып жібереді. Міне, ата-аналарға айтатын біріншіден баланы дұрыс тамақтандыру керек. Баланы тамақтандырғанда таза тамақ беру керек. Өзі дайындаған. Мысалы, біздің ауруханамызға кейде ата-аналар түсіп жатады да, ой, біз баламызға тамақты тек рестораннан ғана алдырамыз деп айтады. Сіз тамақты тек өзіңіз дайындасаңыз, әсіресе кішкентай балалар, 1 жаста, 2, 3-ге кейін ең құрмағанды балаға өздері таза қолымен, таза жерде тамақты жасау керек. Оның ішіндегі жаңағы адамның ағзасына зияны жоқ тамақ болу керек. Оған неше түрлі қоспау керек. Тек өзі дайындаған ботқа, суға пісірген. Ет болса семіз емес, жаңа сойылған, таза еттен жасалған, семіз емес малдың етінен жасалған сондай тамақ жасап, жаңағы баланы былай айтқанда күшін жинап, сондай тамақ беріп, баланы солай ширатып шығару керек.
алдында ригидрон жайлы айтып өттіңіз ғой. Бала мысалы ауырып, құсып жатса, іші өтіп жатса, кейбір ата-аналар сасқаннан қанша литрге дайындау керек екенін және қанша мөлшерде беру керек екенін білмей сасып жатады да, кейде бір стақан бүйтіп бере салып жатады. Қалай мөлшерде сақтау керек? Оны бір күнге созу керек па ол суды? Жоқ, негізгі баланың шираған 4 сағатта байқауымыз керек. Мысалы, баланың ешқандай жаңағы көріністері жоқ, көзі шүңірейген жоқ, жаңағы біз кожный складка деп айтамыз, соны былай іштен босын көтеріп былай қарағанда ол тез жазылып кетіп, баланың құсуы жоқ, тамақ ішу тәбеті жақсы, жаңағы сана сезімі орнында болса, мысалы 2-ге шейін балаға 0-дан 2 жасқа шейін балаға мысалы 50-100 миллилитр бір өткен дәретке солай бересіз, дәретінің мөлшеріне қарап. Міне, іші өтті ме, су жаңағы ригидронды бересіз. Ал одан үлкен бала болса, әрине 200-ге шейін жеткізуге болады, қаншама сол ішеді. Ол жаңағы баланың жағдайы жақсы болатын болса. Ал жаңағы көзі шүңірейіп біткен, дене қызбасы көтеріліп тұр, жаңағы 4 сағаттың ішіндегі баланың өзінің дене салмағына байланысты жаңағы дәрігер өзі түсіндіріп айтып береді. 4 сағаттың ішінде жаңағы көріністер жойылу керек. Ол көріністер жойылмай баланың жағдайы нашарлайтын болса, міндетті түрде дәрігердің қасына барып, дәрігермен бірге ішу керек. Көрдіңіз бе? Кейбір жағдайда бала құсып тастаса, бірақ соның ішінде де әрине ата-ана немқұрайлы іш деп бере салып кетіп қалмау керек. Өйткені ол ауырып жатқан бала. Оған жаңағы қасықтап, аузына тамызып тұрып жаңағы тұзды суды берсе, ол бала міндетті түрде ширап кетеді сол жағдайдан шығып. Ал оны керек қылмаса, әрине жаңағы бала әлсіз болып қалады, өйткені жаңағы тұздары кетіп қалады, іші өтіп атады, құсып атады, жағдайы нашарлап, жүрек қағысы бәрі бәлсеңдеп, біз жаңағы гиповолемический шок деп айтамыз, неше түрлі оның асқыну түрлері бар, сондай асқынуға кетіп қалуға мүмкін. Алдында жеміс жидектер туралы айтып өттіңіз ғой. Баланың сіз шала деп айтып жатады, өсіп тұрған, қызарып тұрған, мысалы құлпынайды көріп, малинаны көріп, үзіп бетіп ауыздарына салып жеп жүруі мүмкін. Бұл қаншалықты қауіпті? Осыны айтып өтсеңіз. Енді қазір жеміс жидектің уақыты, ол жеміс жидекті әрбір жағдайда жеуге мүмкін. Мысалы, өзіңіздің жаңағы өсіріп атқан, таза сумен құйып атқан болса, сіз соның тазалығына көзіңіз жетсе, оны жұлып жеп атады, онда тұрған ештеңе жоқ. Жұрттың көбімен қазір жоқ, жемеңдер десе айтады ғой, жеміс көрмеген адам бекен мынау. Жоқ. Егер өз үйіңізде өсіп тұрса, өзіңіз таза сумен құйып отсаңыз, онда тұрған ештеңе жоқ. Ал егер базарда тұрса, оны бәленбай жерден біреу жаялап жеткізсе әрбір жерден, оған деген шаң тозаң кездеседі. Не болмаса көшеде сатып атады, беті ашық, үстінде неше түрлі шыбын шіркейлер ұшып жүр. Олар деген әрбір инфекцияны тасымалдап жүр. Әрбір дегесін кейбір адамдар осыны өсірем деп неше түрлі нәрселер құйып, жаңағы ауруды тарататын жеміс жидек болуға да мүмкін. Сондықтан ол әрбір жағдайға байланысты. Қай жерде сатып алдыңыз? Ал енді жұрттың бәрі өзінің өсіретін жері жоқ. Көбінесе сатып аламыз. Ал сатып алған күнде де жаңағы сатып алған жеміс жидегіңізді жуыңыз міндетті түрде. Әрбір дегесін ыстық сумен жай үстінен бір құйып, жаңағы үстіне жиналған микроорганизмдарды шайып жіберсеңіз, уже оның концентрациясы аздау болады да, адамның ағзасына оның пайдасы ғана болады. Оның зияны болмайды. Құлпынайға келетін болсақ, телевизордан көрсетіп атыр ғой неше түрлі қорқынышты нәрсе, сондықтан оған әсіресе көз бөлу керек. Неге десеңіз, алма мысалы талда өсіп тұр, ал құлпынай деген жерде өсіп тұр. Құлпынайға қоспайтын нәрсе жоқ. Алма ағашы өзімен өзі ашы өсе береді ғой, сондықтан әрбір жеміс жидекке әртүрлі көз қарас болады. Жазда вакцина салдыруға бола ма? Қандай екпелерге мән беру керек? Енді міне бір айта кететін жағдай, жаңа айтып кеттім ғой, негізі жедел шек аурулары вирустан жұғады, бактериялардан жұғады.
Мысалы, қысқа қарай біз мынау респираторлы вирусты инфекцияларға дайындалмыз, оның ішінде тұмау, орысша айтқанда грипп деген инфекциясы бар, иә. Сол гриппқа қарсы 1 ай бұрын дайындалып біз екпе саламыз. Антигриппозный вакцина дейміз, соны дайындалып 2 айдан бастап осы екпені сала бастаймыз. Ал өкінішке қарай мынау жазға қарай міне мынау инфекция келе жатыр деп салынатын екпе жоқ. Өкінішке орай ондай екпе жоқ. Бірақ сонымен қатар міне мынау жеміс жидек тағамдармен бірге балаларға жұғатын инфекция, ол вирусты инфекция. Вирусты инфекция, оның ішінде энтеровирус деген инфекциямыз, ротавирус инфекциясы бар, бокавирус инфекциясы бар, норовирус, айта берсе ол вирустар көп, бірақ мынау көп таралатын, жиі кездесетін вирустардың біреуі жаңағы айтып кеткен энтеровирус, пикорновирустардың тобына жатады. Жаңағы энтеровирустың бірнеше көрінісі бар. Ол деген мынау ауа арқылы да жайылуға мүмкін. Мысалы, ауру адаммен кездесіп сөйлесіп отқанда, соның жаңағы түкірігімен адамға жұғуға мүмкін. Екінші жолы жаңағы адамның ағзасымен жұғылған жеміс жидектермен де, ластанған тағаммен де адамға жұғуға мүмкін. Үшінші жол ол фекалды аралды. Жаңағы қол жуылмаса, дәретханадан кейін, оның ішінде енді көп тарайтын бір факторы деп айтамыз, ол деген су. Міне, қазір қандай уақыт басталды? Күннің өзі шықты, біздің фонтандар жұмыс істей бастайды, иә? Жаңағы фонтанның қасында ата-аналар кішкентай балаларды ұстап жүреді. Соның ішінде, иә, 1 жас, 2 жас, 3 жастағы балалар не істейді? Анау фонтанға қарап, ауыздарын ашып, жаңағы суды ауыздарымен ұстауға талпынады, иә, кішкентай балалар. Міне, жаңағы энтеровирустың тарайтын жолының біреуі осы. Неге десеңіз, фонтандағы су таза су емес. Оған деген кешке қарай неше түрлі адамдар тіпті аяқтарын жуамай керек. Күндіз суды шашыратқанда жаңағы балалар ауыздарына сөйтіп жаңағы инфекция жұғуға мүмкін. Не болмаса мынау ашық суларда, водоем деп айтамыз, жаңағы пляжымыз бар неше түрлі, сол жерден ауызға сол суларды алуға болмайды деп кішкентай балаларға айтып түсіндіру керек. Ол да жаңағы вирусты энтеровирусты шек ауруын жұқтыратын жолының бірі. Бұл деген бір ауыр, энтеровирус деген бір ауыр инфекция. Неге десеңіз, мен айтып кеттім, жұғатын жолы көп да, бір жағдайда міндетті түрде дене қызбасы көтеріледі. Дене қызбасы көтерілгенде бір көтерілгенмен қоймайды, бір көтеріліп 3-4 күн ұсталынады да түседі да қайтадан көтеріледі. Ол деген ата-аналарды шошытады. Оның бір қауіпті жері, ол адамның жүрегіне зиян келтіреді, баланың миына зиян келтіруге мүмкін. Адамның жаңағы кішкентай балалардың мынау қолдарында, сосын аяқтарында бөртпе пайда болады. Бөртпе пайда болады. Сосын тамағында герп ангина дейміз, ангина пайда болады. Баланың жаңағы әлсіреп, дене қызбасы көтеріліп, жаңағы өте ауыр клиникалық көрінісі бар. Міне осыған мұқият көңіл бөлу керек. Біріншіден, бірінен бірі жұға бастайды ол ауру. Жаздың күні өте жиі кездесетін аурудың бірі осы энтеровирусты инфекцияға ата-аналарға міндетті түрде көңіл бөліңіздер деп айтам. Неге десеңіз, ештеңе етпейді, ол тоңазытқышта тұрған тамақ жей берсін деп ойлайды. Жаңағы вирус тоңазытқышта тұрған тамаққа өте төзімді. Ол суық, оны суық алмайды. Мысалы, жаңағы дизентерия болсын, сальмонелла болсын, оны неге қойсақ, тоңазытқышқа қойсақ, олар онда көбей алмайды, өсе алмайды. Ал жаңағы вирустар сонда сол қалпында тірі қалып, адам жаңағы жегенде ағзасына тарап, жаңағы ауруды шақыртуға мүмкін. Жаңа фонтанды айттық, иә, субұрқақ тамақты қабылдамау керек, жылы жерде тұрмау керек деп айтып жатырмыз. Сондай-ақ жаз мезгілінде көбі шетелге қыдырып бара жатады, суға көп түсіп жатады, далада көп ойнайды балалар. Осындай кезде қандай қауіпсіздік шараларын сақтау керек?
Енді бірінші Мүмкін для профилактики бір дәрі-дәрмек қабылдау керек шығар. жоқ, ешқандай дәрі-дәрмек Керек ішпеу емес. керек. Шетелге мүмкін баратын кезде. ең дұрыс профилактика ол дегеніңіз қол жуу. Қолды таза ұстау керек. Сосын жаңағы балаға су ішу үшін жаңағы қайнатқан үйдегі су болсын, не болмаса бутылкадағы әдейі дайындалған су бірге жүру керек. Жаңағы әрбір жерден тамақ алмау, әсіресе де көшеде ластанған жерден тамақ алмау керек. Неге десеңіз, ол жерде ыстық, міндетті түрде 4 сағаттан кейін ол тамақ бүлінуге мүмкін. Біз көбінесе жаңағы тамақты иіскейміз, иісі жаман емес екен, ештеңе етпейді деп жей саламыз. Көп бактериялар тамақтың иісін өзгертпейді. Бірақ адамның ағзасына түскенде жаңағы ауруға шалдырықтыруға мүмкін. Сол есте болу керек. Әрине міндетті түрде жазды күні, әсіресе кішкентай балаларға мынау күн тигізбеу керек. Күн тисе, балалардың іші өтіп, жаңағы көбінесе инфекция шығар деп адамдар шоши бастайтында мүмкіншіліктері бар. Соны да ескеру керек. Сонда күннің қатты ыстық болса, ол да әсер етіп, баланың іші өтеді. Әрине, іші өтеді міндетті түрде. Сондықтан күн өтеді деп айтып жататын, күн өтеді деп айтып жататын. Күн өтеді деп, баланың мынау шегі өте сезімтал. Мысалы, респираторлы инфекция болса да, кейбір балалар жөтеліп тұрып, сонымен қатар іші өтіп ататын балалар болады. Сондықтан сол адамдардың есінде болу керек осы. Ал балабақша мен мектептерде осы жұқпалы ауруларға жол бермеу үшін қандай санитарлық талаптарға мән берген жөн? Ол дегеніңіз, ол өз алдына бір үлкен жұмыс. Әрине, онда міндетті түрде жаңағы медбикелер бар. Қандай тамақ, қандай уақытта берілді, өте бір сонда қатал тексеру болу керек. Мысалы, біздің аурухана ондай балалар түссе, біз міндетті түрде тексеру керек деген хат жолдаймыз. Мысалы, бір мектептен бір уақытта 5-6 бала бірден соң бірі түссе, ол дегеніміз жаңағы жағымсыз тамақ түсіп, сол тамақты берді деген көрініс болады. Сондықтан оларда міндетті түрде тексерілу жүргізіліп, дабыл қағады, жаңағы тамақты ішкен бүкіл адамдарды, соның ішінде мұғалімдерді, оқушыларды, жаңағы тамақ дайындайтын адамдарды бәрін тексереді біріншіден, және сол күні қолданған тағамдарды тексереді міндетті түрде. Ол жерде әрине өте қатал көзқарас болу керек. Қазір мысалы лагерь деп айтамыз ғой, демалатын балалардың кішкентай жазды күні демалатын жеріне қазіргі уақытта өте қатал көңіл бөлу керек. Оған енді деген ата-аналар бәріміз қосылып бір көзқарас болу керек. Өз үйден бір тамақты бере салып, сосын анау істет, мынау істет деген бір-біріне сілтеме болмау керек. Әрбір адам өзі қатал, дұрыс баласын тамақтандырса, сонда бұл аурушаңдықты біз міндетті түрде азайтамыз. Соңғы жылдары көптеген вирустар шығып жатыр ғой. Балалардың иммунитетіне қалай әсер етіп жатыр бұлар? Енді көптеген вирус шыққанда сіз омикронды айтып отырған шығарсыз. Омикронды былай қойсақ, қазір екпе алмағандықтан қызылша да өршіп жатыр ғой. Ал мысалы жаңағы сіз айттыңыз, қандай вакцина алу керек? Міндетті түрде Қазақстан күнтізбе балаларының күнтізбесіне сәйкес екпелерді міндетті түрде алу керек. Неге десеңіз, қазір мысалы қызылша, қазір міне жаз келді, бірақ бір-біріне жұқтырып жатыр. Ол күз демейді, жаз демейді, қыс демейді. Жаңағы екпе алмаған адам болса, бәрін қандай уақыт болса да осы ауруға шалдырықтады. Сондықтан міндетті түрде өз уақытында жаңағы екпелерді алу керек. Біздің елге келетін екпелер өте сапалы екпе. Неге десеңіз, біз мынау нефтедобывающая страна деп айтады ғой. Сондықтан жаңағы мынау дүниежүзілік денсаулық
ұжымы бар ғой. Солар бізге айтады, ал қазақстандықтар, сізде мына айдан түскен ақшаларыңыз бар. Сондықтан сіздер мына сапасы өте биік, осындай құны осындай вакцина алуларыңыз керек. Неге десеңіз, одан қалатын ақшаны біздің көршілерге басқа вакциналарды алады. Біздікі неге сапалы? Негізгі вакциналардың бәрі сапалы. Бірақ біз жаңағы ВОЗ-ның преквалификациясы бар вакциналарды алып алдырмыз. Ал содан қалған ақшаны мынау Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан елдеріне одан қалған ақшаны жаңа вакцинаны алуға біз көмектесеміз. Неге десеңіз, ол көршілес елдер, олардың балалары өздері де сау болу керек. Бір-бірімізге жұқтырмауымыз керек. Страны Гави деп айтады оны былай айтқанда. Сондықтан біздің халықтың көбі қорқып, шошып, бізде деген вакциналар сапасыз, бір ақысы төмен вакцинала салады деген дұрыс емес ұғым бар. Біз өзіміз барып сатып әкелеміз деп, оларға сол вакцинаны сатып береді. Неге десеңіз, мен айтып отырмын ғой, жаңағы біздің алып атқанымыз ең қымбат сапалы вакцина. Неге десеңіз, біз мұнай табатын елміз. Бізге сол ақшаларыңыз бар, басқа халыққа көмек жасаңыздар дейтін басқа мынандай үлкен ұжымдар бар. Солардың айтқанына біз былай айтқанда тыңдап, дұрыс шешім шығарып, ол деген өте жақсы нәрсе. Бізде, мысалы, мен өте қуаныштымын, біздің елімізде сапалы вакцина бар екеніне. 2015 жылы бір дүрпу шықты ғой, қызылша туралы екпеге қарсы шығып, сонда осы іске өзім кірісіп, осы вакциналардың сапалы екеніне өзімнің көзім жетіп, соған мен мысалы өзім өте ризамын. Вакцина туралы айттық. Енді дәріханаларда қазір көптеген витаминдер бәрі тұрады ғой. Осы жайында сұрай кетсек, ата-аналар өздерінің балаларының мысалы ауруға шалдықпағанын, ауырмағанын қалайды. Осы иммунитетті күшейту үшін неге көңіл бөлу керек ата-аналар? Жаңа дұрыс тамақтандыру керек дедіңіз, қолдан жасау керек дедіңіз, тамақты. Одан бөлек қандай витаминдер берген жақсы? Әлде көкөністер беру керек пе одан витаминдерге қарағанда? Негізгі туған бала, ол аурам деп тумайды. Мынау табиғат қайтсе де ол балаға күш береді. Бірақ біз өзіміз ата-аналар дұрыс баланы тәрбиелей алмаймыз. Әсіресе тамақ жағынан. Немқұрайлы деп айтуға да болмайды. Дұрыс көзқарас болмағандықтан жаңағы баланы өзіміз ауруға шалдырып тұрамыз. Неге дейсіз бе? Қараңызшы, қазір көбінесе ата-аналар дайын тамақ балаларына алып береді. Фастфуд. Қазіргі балалар мысалы ботқа жемейді ғой. Олар деген фастфуд жейді. Жаңағы неше түрлі чипсы дейме керек, тәтті кола дейме керек, соны ішеді ғой. Олардың іштерінде міндетті түрде консервант бар. Жаңағы консерванттар құнарлы тамақтың құнарын жойып жібереді. Адамның, баланың ағзасына көбінесе керек ол микроэлементтер, витаминдар. Адамның, кішкентай баланың организмі жаңағы витаминдарды алуға дайын тұр. Бірақ біз дұрыс тамақты бермегендіктен жаңағы консерванттар жаңағы витаминдарды жойып жібереді. Консерванты бар тамақта ешқандай витамин адамның ағзасына кіре алмайды. Сондықтан біз біріншіден соны білуіміз керек. Мына қараңызшы, бұрын аллергиясы бар балалар өте аз болады. Қазір олар өте көп. 2-ның бірінде аллергия. Неге десеңіз, жаңа ата-ана өзі со тамақтамен қоректенеді, көрдіңіз бе? И сондықтан міне мына өсіп келе жатқан балалардың ішінде, ал біз қолдан жасаңқы витамин, ол балаға бәрібір жаңағы дұрыс тамақтан балса, ол витамин адамның асқазанында қорытылмайды да, адамның ағзасы оны қабылдай алмайды. Өйткені деген оның өтінің жүруі, жаңа микробиом дейміз, асқанның мынау шекістің ішіндегі микроорганизмдар өзгерілген, олар жаңағы витаминдарды қоректендіріп, соны алып шыға алмайды жаңағы біздің ағзамыздағы тамақтан.
Сондықтан бұнда біріншіден ата-ана баланы дұрыс тамақтандыру керек. Оның ішінде біріншіден жаңағы консервант қосылған тамақтарды алып тастау керек, міндетті түрде. Жаңағы кока-кола, чипсы, фастфудтар, жаңағы тесте котлеты дей ма, неше түрлі колбасы дей ма, неше түрлі бәрін алып тастау керек. Тек сонда ғана сіздің балаңыз жақсы дамып, біріншіден оның мынау миының дамуы өте жақсы болады. Бала тез семіріп кетпейді. Баланың мінез құлқы жақсы болады. Көрдіңіз бе? Өйткені ол бүкіл микроэлементтарды қабылдап отырады. Ал жаңағыдай тамақ ішкен балалардың көбі депрессияға ұшырады. Олар жаңағы тамақты ішкісі кеп тұрады. Оны ішпесе, оның көңіл күйі болмай тұрады. Көрдіңіз бе? Өзіңіз де сондайды көріп отыратын шығарсыздар. Ол деген жаңағы өттің айналысымен өзгертеді. Өт айналмағасын жаңағы қоректенген витаминдар адамның ағзасына тарай алмай қалады. Міне бір-бірімен сондай байланысты нәрсе оның бәрі. Ал алдағы уақытта осы балалардың жұқпалы аурулармен күресуде қандай тың әдістер, жаңалықтар күтілуде? Әрине, мен бір айта кететін жерім, жаңа да айттым да, біздің елдің, үкіметтің мынау балаларға деп жасап атқан нәрсе ол деген вакцинация. Өте бір қымбат, жақсы, сапалы вакциналармен біз өте көп, өте биік дәрежеге жеттік. Біз деген мынау қызылшаны нольға келтірген ел едік заманында. Жаңағы көк жөтел деп айтамыз иә. Бірақ өкінішке орай, жаңағы бәленбай айтты, түген айтты, көршім айтты видеода деген бос сөздермен ата-аналар балаларын екпей, дұрыс тамақтандыра алмай, балаларын ауруға өкінішке орай шалдықтырып жатыр. Көрдіңіз бе? Әрине, жаңағы балалары нашарлап ауыр түскен ата-аналар ренжіп, бізге неге айтып түсіндірмейсіз, біз қайдан білейік, білмедік қой деп айтып атады. Әрине, сіздің басыңызға тимейсіз, оны ойламайсыздар да. Мысалы, біз деген біздің ата-аналарымыз бәрімізді екпе берген адамдар. Неге десеңіз, мынау 50-60 жылдары біздің ауылдағы балалар жаңа қызылшадан, көкжөтелерден қырылып қалатынды. Әрбір үйде баланың жартысы өліп қалатын. Мысалы, өз семьямызда бірінші анамның 3 баласы қайтыс болып қызылшадан өліп қалды. Одан кейін жаңағы екпе пайда болды да, одан кейін қалған балалар аман есен тірі қалғанда, сонда біздің ата-аналарымыз айтатынымыз, міне екпенің күші деген қандай мықты. Соның арқасында еліміздің балалары көбейіп, өсіп өніп жатыр. Ал өкінішке орай қазір сол ұмытылды. Қазір бір сондай жасанды өтірік сөз, өтірік үрей пайда болып, жаңағы екпені алмай жатыр. Көбі аутизм болып жатыр, жаңағы екпенің арқасында деген жалған сөз шығарып жатыр. Сіз білесіз бе, аутизм деген жаңағы дұрыс тамақтанбай, адамның шегіндегі микробтар өзгергеннен пайда болған нәрсе. Оны қазір шетел дәлелдеп, жаңағы өте көп көңіл бөліп жатыр. Біздің ата-аналар оған ойланбайды. Ал антибиотик десеңіз, жан шалып тұрып, бір жылдың ішінде 5-6 рет антибиотик береді балаларына. Міне ауырып жатыр деген. Тез басылсын деп. Иә, ол деген өте қауіпті және теріс көзқарас. Осы жерде сұрай кетейінші сізден, баланың тілі кеш шығуы баланың бойында инфекциялық қандай да бір ауытқулар, инфекция болуы мүмкін деп айтып жатады. Осындай болуы мүмкін бе, әлде бұл жаңсақ пікір ме? Көрдіңіз бе, қазір көп балалардың тілі кеш шығып жатыр деп кеш шығып жатыр. Соны естідім да бердім. Ал өзіңіз сіз ойланып көрдіңіз бе, неге солай болып жатыр екен деп? Мысалы, ешқашан ана баласын еміздіріп отырып телефон қарамайды. Ал қазір қай жерге барсаңыз да қараңызшы, аналар не істеп отыр? Телефон. Біздің ауруханаға баласы нажар жағдайда түсіп отқанда, баласы өз бетімен жатыр. Ал анасы телефон қарап отыр. Оған телефон емес, баласын қарау керек қой.
өзінің мейірімін беру керек, өзін жаңағы сүтін иілдіріп, жаңағы сүтіндегі қайратты сүт болу керек. Ол деген жаңағы телефон неше түрлі қорқынышты, неше түрлі бір керек жоқ нәрсеге күшін, энергиясын соған кетіріп отыр. Ал кейбір ата-аналар баласы жыламаса екен деп жаңа қолына телефон ұстатқызып қояды. Ал баламен күнде сөйлесу керек. Есіңізде болса, мысалы, біздің үйде кішкентай бала болғанда, біз өзіміз кішкентай болғанда, көзің қайда, көзін көрсетші, тілің қайда? Сонда бала бірге толмай сөйлеп жүре бастайды. Неге дейсіз? Өйткені міне, сол қолыңызбен атыңызды жазып көріңізші, жаза алмайсыз. Оң қолыңызбен жазыңыз, жақсы жасайсыз. Неге? Өйткені тренинг қой. Адамды да солай үйрету керек қой. Солай дамыту керек. Міндетті түрде ол 100 жерден сөйлемесе де, жаңағы сөйлеп, онымен жұмыс істей бастағанда ол бала сөйлей бастайды. Бірақ оның дамуы әрине бәлсеңдей бастайды. Неге десеңіз, бәрі уақытында болу керек. Ол ешқандай инфекция емес. Қазір бәріне жұрт ойлайды, бір таблетка беремін да, мен баламды қарамаймын да, дым істемеймін, жай таблетка береді да, ол нормальный болады. Олай болмайды. Ол бала асырау деген, ол үлкен жұмыс. Ол деген ананың мейірімділігі, әжесінің, атасының, жан-жақтағы адамдардың бір-біріне қарым-қатынас, сөйле, баланы дамытып солай өсіреді. Ал ол күні бойы отырады екен коляскасында, жаңағы неден айырылмайды ғой, жаңағы бала телефоннан. Мысалы, бізде қандай нашар жатқан бала жылап, мазасы телефон қойса сразу үндемей қояды ғой. Қандай күші көп ол телефонның, көрдіңіз бе? Сондықтан уақыт әрине басқа дамып жатқан елден де қалып қоюға болмайды. Берсеңіз күні бойы емес, бір 30 минутқа беріңіз. Баланы тәрбиелеу керек, үйрету керек. Ал бала қашан дамиды? Бала жүргенде дамиды. Бала ойнағанда дамиды. Бала сөйлегенде дамиды. Баламен ата-ана қарым-қатынаста болғанда. Міне, бала анасының көзіне қарап үйрену керек, туғаннан бастап. Анасы қандай қимылы бар, соны түсіне білу керек. Солай дамыған елдер, солай балаларын өздерін дамытып, өсіріп, өндіріп жатыр. Ал біз деген жаңағы телефонды бере саламыз да, сосын баламыз сөйлемейді, инфекция шығар, бір таблетка берейік, сөйлеп кетсін деген ол дұрыс нәрсе емес. Жақсы. Динагүл ханым, пайдалы, мазмұнды ақпаратпен бөліскеніңіз үшін көптен көп рахмет. Сізге жұмысыңызға табыс, мықты денсаулық тілейміз. Рахмет.